Баршаңызға қайырлы күн, сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге ағылшын тіліне IELTS тесттерінен қалай ешқандай репетиторсыз, мұғалімсіз, қосымшасыз дайындалуға болатындығымен сырлармен бөлісетін боламын. Арнада қайта қауышқаныма қуаныштымын, ал енді біз бастайық. Сіздер міндетті түрде тіркеліп, колокольчик батырмасын басуды ұмытып кетпеңіздер. Жалпы дәл қазіргі уақытта ешқандай репетиторсыз, ағылшын тілінің курссыз IELTS тесттерін тапсыруға арналған мүмкіндіктер өте көп. Және сол мүмкіндіктерді қолданып, IELTS тесттеріне 7, 7-5, 8 балл алып жатқан оқушыларды кездестірдім. Ал енді сіздерге бүгінгі сабақта шынымен көмектесетін приложениялар, шынымен көмектесетін заттармен бөлісетін боламын. Ең алдымен сіздерге IELTS деген не екендігін білесіздер деген ойдамын. Ол ағылшын тілі бойынша международный тест. Сол тесттер арқылы сіздер шет елге немесе Қазақстандағы НУ университетіне грантқа тапсыра аласыздар. Яғни ағылшын тіліңіз жақсырақ болса, онда IELTS-қа дайындықты бастағаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Жалпы IELTS тесттеріне қай уровеньнен бастап дайындалған дұрыс? Негізі көп жағдайда upper intermediate-тен кейін дайындалған дұрыс деп есептеймін. Өйткені сіз upper intermediate-ке дейін барлық ағылшын тіліндегі фразаларды, базовый сөздерді үйренесіз. Ал енді upper intermediate-тен кейін, яғни upper intermediate-ті бітіріп, болғаннан кейін сіздің сөздік қорыңыз шынымен, мен upper intermediate оқығаннан кейін мендегі сөздік қор шынымен өзгешелеу бола бастады, күрделі сөздер қолдана бастадым. Енді осы upper intermediate-тен кейін уже сразу сізде intermediate, одан кейін advanced қалды ғой. Солардың барлығын IELTS-қа дайындалу арқылы өтіп кетсеңіз болады. Яғни B1, B2-ден бастап ағылшын тіліндегі IELTS тесттеріне дайындықты бастаған дұрыс деп ойлаймын. Енді қандай приложенияларды қолданамыз? Ең бірінші приложение бізде Puzzle English деп аталады. Puzzle English өте қолайлы, прям супер, мега керемет приложение деп айтқым келеді. Өйткені сіздер ол жақта әртүрлі тексттерді, аудио мәтіндерді, немесе подкасттарды, видео сабақтарды көре аласыздар. Ең қызығы, ол жерде кәдімгідей курс сияқты өтсеңіздер болады. Егер сіздердің ағылшын тілінде деңгейлеріңіз әлі upper intermediate-ке жетпеген болса, онда сіздер elementary, intermediate, pre-intermediate, upper intermediate деген бөлек-бөлек сабақтары бар. Сол сабақтар арқылы ағылшын тіліңізде деңгейіңізді жоғарылатып алсаңыз болады. Мен сіздерге міндетті түрде әрине қандай да бір затты кеңсітпес бұрын өзімнің практикамдан өткізіп көремін. Бұл приложениені 3-4 күнде қолданып көрдім. Шынымен де өте қолайлы. Біріншіден, екіншіден барлық информацияларды оқып көрдім. Барлық информациялар шынымен рас. Тіпті күнделікті оқып жүрген курсымнан қарағанда 10 есе жақсырақ деп айтқым келеді. Сондықтан Puzzle English приложениесін қолдануға кеңес етемін. Подкасттар арқылы сіздер өздеріңіздің листингтарыңызды, спикингтарыңызды, сонымен қатар әртүрлі мәтіндерден тест тапсырмалары, соның барлығы қамтылған. Және ескерткім келеді, егер сіздер Puzzle English'та платный отделениесін сатып алатын болсаңыз, яғни платный бір ақша төлеп, қандай бір срокқа төлейтін болсаңыз, онда сіздерге ағылшын тілінде иностранец, яғни носитель, преподаватель қосылады екен. Яғни ағылшын тілінен носитель мұғалімдермен бірге оқуға да мүмкіндік бар. Демек, бұл сіздегі өте үлкен мүмкіндік деп айтқым келеді. Егер сіз ағылшынша курстарға, дәл қазір курстар енді жалпы 35 мыңнан ары қарай болады носительмен. Ал енді мына приложение өте арзан, тіпті 4 мың теңге жылына төлеп қояды, сонымен оқып жүре бересіз носительдермен. Керемет мүмкіндік деп ойлаймын, және айтқым келеді, мүмкіндіктеріңізді қолданып қалыңыздар. Дәл осы Puzzle English-қа ұқсаған Ava English деген приложение бар. Бұл приложениеде дәл прям тұп-тура Puzzle English секілді, бірақ кішкене форматтары өзгертілген, яғни приложение кішкене өзгертілген. Негізі шыны керек, мен Ava English-қа қарағанда Puzzle English-ті қолданған маған ыңғайырақ болды. Екеуіне де жалпы мақсаты, ішіндегі приложениенің заттары барлығы бірдей деп айтқым келеді. Тек қана приложение қолданған кезде қайсысы қай жерде тұрады, сол секілді өзгерістер қана. Маған білген неге екенін Puzzle English-тің приложениесі намного удобно болды. Егер сіздерге Puzzle English түсініксіз немесе удобно болмаса, онда сіздер Ava English-ті қолдана аласыздар.
Келесі приложение ол бізде Words деген приложение. Words приложениесі арқылы сіздер не істейсіздер? Яғни Words приложениесі арқылы сөздерді жаттайсыздар. Негізі көп жағдайда қарастырып көрдім. Көп жағдайда бұл приложениені кішкентай балаларға ағылшын тілін оқыту барысында қолданған қайда ыңғайлы, сонымен қатар тиімді. Өйткені бұл жерде яғни Words деген приложениеде әртүрлі карточкалар болады. Сол карточкаларда сөздерді жаттауға арналған күшті бір ерекше креативті жағдайды жасап қойған деп айтқым келеді. Егер сіз сөз жаттай алмайтын болсаңыз, немесе сөз жаттау сізге қиын болатын болса, онда осы Words приложениесін қолданыңыз. Яғни сөз жаттауға өте үлкен септігін тигізеді. Келесі приложение бізде Tandem Hello Talk деп аталады. Бұл приложенияларда сіздерге иностранецтермен тікелей байланысқа шығу мүмкіндігі бар. Яғни бұл приложенияларды қолдану арқылы сіздер ағылшын тілінде носитель мұғалімдермен WhatsApp чатта, немесе яғни ол жақта чат деген болады, сол чатта бір-бірлеріңізбен сөйлесе аласыздар, немесе кәдімгі сабақ секілді етіп видеозапись, яғни видео сабақ секілді етіп сөйлесе аласыздар. Жалпы спикингті жоғарылатуға арналған таптырмас құралдар деп айтқым келеді. Өйткені спикингті сіз жоғарылату үшін сізге міндетті түрде сөйлесу керек. Ал енді Hello Talk пен Tandem приложениесі сіздерге носительдермен сөйлесуге үлкен мүмкіндік беріп қойған. Айтқым келетіні, бұл приложенияларды қолданған кезде ең ерекшесі, мысалы сіз чатта сөйлесіп отқан болсаңыз да, ауызша сөйлесіп отырсаңыз да, сіздің қателеріңізді бірден түзеп отырады. Ол менің ойымша керемет мүмкіндік. Сондықтан осы приложенияларды қолдануға кеңес етемін. Келесі приложение бізде BB News Word Service, яғни әлемдік деңгейдегі, әлемдік жағдайдағы жаңалықтарды подкаст секілді етіп, қызықты тематикаларды кіріктіре отырып, сіздерге қызық етіп, әлемдік жаңалықтарды бөлісіп отырады. Негізі, мен де ағылшын тілінен тесттерге дайындалған кезде әрдайым ағылшын тілінде жаңалықтарды оқуға тырысатын. Өйткені ағылшын тілінде жаңалықтар оқыған сайын оны түсінуге тырысасыз. Бір жағынан ол пайдалы деп айтқан. Мен Гарвардтан келген мұғалімім айтатын айтылған, ағылшын тілінде жаңалықтарды оқы. Сен мәтін оқымасаң да, кітап оқымасаң да, сол жаңалықтарды оқысаң жеткілікті деп айтатын. Яғни жаңалықтарды оқу, оларды көру ағылшын тілінде үлкен көмегін тигізеді. Сіз ол әлемді танымайтын болсаңыз, мысалы сіз барып бір Германияның жаңалығын ағылшынша оқысаңыз, Американың жаңалығын, негізі мен көп жағдайда Америка, Нью-Йорк, сол жақтардағы күнделікті болып жатқан жаңалықтарды оқып отыратын, басқа елдерде емес. Сіздер енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қай мемлекеттік оқуларыңыз келеді, сол мемлекеттер жайлы ағылшын тілінде жаңалықтар оқыңыздар. Ол үлкен септігін тигізеді. Прям үлкен көмегін тигізеді. Өйткені мен тест тапсырған кезде кәдімгідей менде прогресс болған. Яғни жаңалық көрмей жүрген айтолқынның балы өте төмен болды. Одан кейін уже осы приложенияларды қолданып, сонда бір өзіме әртүрлі нәрселерді оқып, өзіме фокус қойғаннан кейін менде прогресс болды. Келесі приложение ол бізде Medium деп аталады. Ағылшын тілінде әртүрлі статьяларды, яғни қызықты статьяларды оқуға арналған приложение. Так, сіздерге айтқым келеді, ағылшын тілінде статьяларды, яғни қызықты статьяларды оқыған сайын сіздерде қызығушылық пайда болады, және жаңа ақпараттарды қабылдағаннан кейін сіздің миыңызда қабылдайды ағылшын тілінде. Яғни ағылшын тілінде қабылдаған сайын, ағылшын тілінде шығаруыңызда, жеткізуіңізде оңай болады. Жалпы ағылшын тілінде оқыған өте пайдалы. Негізі көп жағдайда ағылшын тілінде өмірде кітаптарды оқып жатады, әртүрлі ертегілерді. Ол уже банально, скучно деп айтқым келеді. Оның орнына осындай ағылшын тілінен статьяларды, қызықты статьяларды оқыған дұрысырақ. Жалпы мен бүгінгі сабақта бөлісетін ақпараттарым осымен тәмам. Егер сіздерге ақпараттар қызықты болса, сонымен қатар пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп, колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы сабақтардан
қалмайды боласыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айтолқын.